Саламатсыздар ма? Біздің алғашқы сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз деген осындай дизайндағы видеоны жасаймыз. Алғашқы новичоктарға негізі арналған видео. Кеттік ендеше. Ол үшін бізге Adobe After Effects программасы керек. Соны ашамыз. Оны интернеттен жүктеп алсаңыз болады. Жүктегеннен кейін бұл жерде New Composition деген болады. Соны басамыз. Бұл жерде 1920-1080 форматын қоямыз. Қалғанына тестейміз. Бұл жерде Duration деген жерде 5 минут қоямыз. Яғни бұл жерде әннің ұзақтылығын аламыз. Артығымен 5 минут деп алсақ болады. Түсін қара деп аламыз. Окей басамыз. Бұл жерге енді біз қазір жұмыс бастаймыз. Ол үшін бұл жерде мына жаққа мышканың оң жағын бассақ, бұл жерде бізге әртүрлі нәрселерді қосуға болады, яғни New'ге апарамыз да. Бұл жерде Solid дегенді қоямыз, яғни бұл слой. Бұл жерде 1920-1080 болып қала береді, біздің композициямен бірдей болып. Бұл жерге окей басамыз. Енді бізде Black Solid ашылды, бір черный слой. Енді осының үстіне біз қазір спектрум қоямыз, яғни эквалайзерді қоямыз. Ол үшін бұл жерде эффекттің ішінде Generate'дің ішінде міне Audio Spectrum деген бар. Соны енгіземіз. Міне, біздің енгізілді. Енгізгеннен кейін енді біз әнді қоямыз. Міне, әнді қойдық. Әнді бастырып, астына қоямыз. Астына қойғаннан кейін бізде әлі ештеңе қозғалмайды. Қозғалту үшін біз мына аудио спектрінің үстіне басамыз. Үстіне басқаннан кейін бұл жерде олардың функциясы ашылады, яғни контроллерлері, эффект пен контроллер. Егер олар ашылмаса, мынаның үстіне оң жағын басып, бұл жерде эффект контроліне галочка алынып тұрған болу керек. Алынып тұрған болса, үстіне басып галочканы қосасыз. Қосқанда сізде осындай терезе ашылады. Бұл жерде енді бірде аудио лейер деп тұрған жерде бірді басамыз да, біздің енгізген салған әніміздің басамыз үстіне. Сол кезде мына аудио спектр, мына эквалайзер, мына әнмен байланысты. Енді қозғалады. Енді бұл жерде настройкаларын қазір өзгертеміз. Бұл жерде Start Frequency дейді, бұл жерге 1 деп қоямыз. Бұл жерде End, яғни соң бітетіні. Бұл жерге 1000 деп қоямыз. Frequency Bandsке 180 қоямыз. 180 қойғаннан кейін бұл жерде Maximum Height бар, яғни Height или Height, мынау дейтін волналардың, қозғалатындардың несі, биттегі. 2000 қойсақ, бұл жерде көріңіздер, үлкен болып өзгерілді. Бұл жерде сосын Thickness деген бар, бұны 6-ға қоямыз. Мына жақта сосын Softness деген бар, Softness'ті біз 100-ге қоямыз. Сосын бұл жерде бізде розовый болып көріп тұрғандай, бұл жерде аққа қойық, мынаны аққа қойық, ақ түс болды. Енді просто ақ болып тұр, енді оның үстіне эффект қойыламыз, жанып тұрған сияқты, мына жердегідей шамал жанып тұрған сияқты болып тұр, аппақ шамал. Оны қою үшін бұл жерде не болу керек, glow деген эффект болу керек. Stylize, сосын бұл жерде glow. Көріңіздер, ағарды шамалы. Ағарғаннан кейін бұл жерде астында бүкіл настройкалар почти болды. Түсін өзгерттік. Сосын бұл жерде не бар? Side Options деген бар. Бұл жерде қараңыз не өзгеретін. А қойсақ, тек үсті. Тек үсті болып тұр, көріңіздер. Егер біз Side B десек, тек қана астына бізде дударайдың баяғы несі дизайны осындай болған. Астыға қарай. Үстінде тұрады, астыға қарай. Бұл неде енді үстіңге қойық. Үстіге қойғаннан кейін қойып болдық. Қойғаннан кейін енді біз астына текст қоямыз. Тоже мана оң жақ басамыз, New, потом текст. Текстке енді мысал үшін екі рет басамыз, сосын өзіміздің текстімізді енгіземіз. Диана деп қояқ.
басамыз, сосын оны орнын өзгертеміз. Немесе стрелкаларын өзгертуге болады. Сосын бізде бұл кішкентай болып тұр. Мына качествосы бұдыр-бұдыр болып тұр, оны дұрыстау үшін full деп қойсақ болады. Сол кезде көріп, просто компьютерге қиналатын болса, квартерға қоямыз, яғни бұлдырғыл компьютерді қатты күштемейді. Дианаға басамыз, сосын бұл жерде размерін өзгертуге болады. Размерін өзгерту үшін ағылшынша S басамыз әрпін, жылан сияқты S болып тұрған. Басқаннан кейін астында scale деп ашылады, S деген әріпті басамыз. Сосын оның размерін бүйтіп үлкейтуге болады. Үлкейтеміз, сосын жылжытамыз да Диана деп қойдық. Енді біздің соның астына енді әннің аты керек. New, тағы да текст. Бұл жерге махаббаттан қашпа. Это текст тұр, бұл жерде нені қоямыз? Қозғалтылатын неге. Астына қоямыз. Енді тоже S басып, размерін үлкейтіп аламыз. Міне, әдемі болып қалды. Это мынаның үстіне басып, мына шрифттарын өзгертсеңіз де болады. Өзіңіз вкусыңызға қарай. Потом енді біз қазір не қоямыз? Мына екі текстке, сосын спектрумға көлеңке қоямыз. Ол мынаның ішінде эффект пресеттің ішінде болады. Эффект пресеттің ішінде меқа shadow деп жазамыз. Ішінде drop shadow деген бар. Соны басып тұрамыз да махаббаттан қашпаның үстіне лақтырамыз. Диананың үстіне лақтырамыз. Black Solid'дің үстіне лақтырамыз. Мына үшеуіне де көлеңке енгізілді. Енді мына қап-қараң қойып тұрған астына өзіміздің суретімізді қоямыз. Мына суретті қойған болатынбыз. Енді бұл сурет барлық кетіп қалды, яғни ол көрініңізде мына махаббаттан қашпа, барлығының үстіне тұрып алды. Как бы андай этаж-этаж, слой-слой сияқты ғой. Енді оны ең астына қоямыз. Сонда мына жазулар оның үстіне шықты, көріңіздер. Енді осыны қосып көрейік, не шықты бізде. Не, әп-әдемі болып шықты. Не көрсеңіз, мына жеріне көлеңкесі тұр, көріңіздер. Мына көлеңке қойдық, біз drop shadow не. Енді бұл осыны видеоға айналдыру керек, ол үшін екінші программа керек болады. Ол программа бізде бүйтіп аталатын түрін көрсетейін. Adobe Media Encoder деген программа жазалу керек боласыз. Егер сіз 2018 жылды қолданған болсаңыз, After Effects'те, ол да 2018 жыл бұл, екеуі бір жыл болу керек. Сосын аламыз да Compositions, потом Add to Media Encoder дейді. Сол Media Encoder деген бағдарламаға жібереміз оны. Қазір ол Media Encoder автомат өзі ашылады. Оған дейін жөнмей тұрып қазір ашылсын. Енді бізге өлен, например, бізде мына жерде бітеді, көріңіздер, міне шұнжаға осы жерде бітеді. Мына үстіндегі қозғалтатын нәрсе, бұл сіз қай нәрсені қай жерде видеоға айналдырғыңыз келеді, соны таңдайсыз. Допустим, мына бүйтіп кішірейтейік, бізге көп керек емес. Бастапқы 15 секунд алайық. Бастапқы 15 секунд аламыз. Бастапқы 15 секунд аламыз да, осыны қазір жібереміз. Осыны видеоға жібереміз қазір. Мына жерде старый ашылып қойды, өшіре салайық. Енді осы жерді аламыз, содан кейін барып неге жібереміз? Media Encoderға. Қазір мына жерде сол файлымыз шығады. Бізде осы бағдарлама манағы істегенімізді видеоға айналдырады. Сосын мына жерден басамыз местоположениесі. Рабочий стол дейік. Сосын play'ді басамыз. Яғни запустить очередь. Астында қазір соны видеоға айналдырып бастайды. Көріңіздер, видеоға айналдырып жатыр. Манағы бағдарламалардың барлығын астына сілтемеге қоятын шығармын, егер қиналмай тауып алу үшін. Дайын болды, выполнен деп тұр. Енді басайық үстіне. Бұл жерде ол уже қандай форматта, қандай неде жазылған бәрі тұр. Ашу үшін басамыз. Комп 1. Енді қосып көрейік.
не осылай бірінші сабаққа ең оңайын түсірдім. Енді жасап көрсеңіздер, астыға коммент жазып, тағы да достарыңызға таратып, адамдар жинай берсек, уже қазіргі дизайнды қалай жасайтынымызды барлығын үйрететін боламыз. Ал сау болыңыздар.